Сәлем достар, сендермен бірге мен әдеттегідей Сүлейменова Еркеназ. Және бүгінгі видеода мен сіздерге өте оңай дайындалатын жаздық смузи дайындап көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Смузи дайындау үшін біздерге қарбыз бен алма қажет болады. Бір ыдысты алып, соның үстіне алмамызды теркіден өткізетін боламыз. Не болмаса сіздерде блендер болатын болса, сол блендермен жасаңыздар. Менде жоқ болғандықтан мен қазір теркіден өткізем. Мінекей достар, біздің алмамыз теркіден осындай болып өтті. Енді біз вилкамызды алып, осылайынан алманы жасайтын боламыз. Не болмаса сіздер бірден теркінің кішкентай бөлігінен өткізіңіздер, сол кезде былай жасамай қоюға болады. Я достар, менен осындай болып шықты. Мен оған кішкене қарбыз суын қосқан болатынмын. Енді бұны алып қоя тұрайық та қарбызымызға көшейік. Қарбызды да дәл осындай бір ыдысты алып, вилкаменен жасайтын боламыз. Қарбыздың ішінде дәнектері болмаған дұрыс болады. You don't talk at all, just surrender to the lonely road. Left with nowhere to run, held by the curse we know. Мінекей достар, біздің қарбызымыз болды. Осындай болып шығуы қажет. Мен енді осындай бокал алдым. Бұл жерге біздер қазір смузимізді салатын боламыз. Сіздер не болмаса май ботл, сондай арнайы ыдыстар болса, сондайларды алуыңызға болады. Мен осыған салатын боламын. Және біздер ең бірінші алманы саламыз. Мен алманы салып болдым. Ендігі жерде біздер бұның үстіне қарбызды салатын боламыз. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh. Достар, міне қараңыздар, мен құйып болдым. Әдемі болып шықты. Маған ұнап тұр. Енді достар, әдемілік үшін біздер қарбызбен осылайынан жасап қоюымызға болады. Ой, мен жасамай қояйын. Болды достар, біздер осылайша смузимізді дайындадық. Сіздерге өткен ойдамын, үйлеріңізде жасап көріңіздер. Және видеоға лайк қойып, каналыма жазылуды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.